мына малдың бәрі осы жаққа жиналып тұр, міне сасиды күні бойы. Мынау азайғаны ғой, мына шипашы толып бар, ар жағында чошкасы бар. Кім жауапты бұл жерге? Кім жауапты? Тұр ғой, нормально. Из запаса районы оған ең Қарасай ауданы қарайды ғой? Заводтікі да, заводтың бәрі. Заводтікі? Қашаннан бері болды бұл? Ой, бұл осы. 2 жыл ұстап тұр ма? 2 жыл. Сіздер қай жерде тұрасыздар? Міне осы. мына үйме. Мына үйде тұрасыздар Мына ғой? Истығаш қазір вообще Алдында ыстық күні вообще нәрсе. ыстық болған кезде даяр деген кәдімгідей. Бұл бір мал, бұл наверное бұрын жоқ болған бұл, жақында келген мал ғой. Жақында келген. Он несіне жалды. Сасиды күні бойы. Бір Шыбын екеу болса жарайды енді. таза ұстаса жарайды, андай таза арбой, жабық болса, онда ештеңе демейтін ештеңе емес. 2 жылдан бері осыншы мал осы жерде тұрма сонда не? Мынау азайғаны ғой, мына шипашы толып тұр. Түйесі бар, ар жағында чошкасы бар. Иесі кім сонда? Мынау завод. Жартысы Завод. бар. Кіз заводпен барып сөйлесеңіз. Мынау қай жер, кімнің территориясы? Бұл Қаскелең территориясына қарамайды. Аудан жер қоры бұл Қарасай ауданы. Из запаса районы оған ең Қарасай ауданы қарайды ғой? Қарасай ауданы әкімшілігі. Бұл жерде енді қазіргі таңда заводқа барып, бұл жерде мал асырайтындығы бізге белгісіз болды. Қазіргі таңда енді құжаттарды көтеріп, қашан, қандай құжаттарға сәйкес бұл жерде мал асырап жатыр, соның бәрі тексерілетін болады. Делится как сезонно тұратын жер деп, мерзім кезінде. Например, жаз кезінде дача деп демалып тұратын бұрыннан қалыптасқан нәрсе ғой. И, соответственно, постоянно место жительства жатпайды ғой. Соған байланысты берілген жерлер, может быть, сейчас надо разбираться. Құжаттарын көтереміз, сіз копия босақты бер деп отырмыз. Соның бәрін көтеріп, картамен қарап, уже предварительно есть, что не входит в черту города Қаскелең. Дұрыс па? Дұрыс. А қарата қазір бар заводпен де сөйлесейік, копия возьмем, құжаттардың көшірмесін алып, анық-анығына жетеміз, содан кейін белгілі болады. Бұлай қалдырмаймыз, оны уайымдауды қажет жоқ. Мысал келтіріп жатыр мына жігіттер, оны міндетті түрде іске асырамыз. Да, руководство? Нет, я не руководство. А кто есть? Руководителя нет у себя. Пока нет. Вопрос стоит, то, что запах, санитария и так далее. Үйден шыққанда? Иә, үйден осылай бұл. Бұл әлсін ауыстырып отқандағымыздың түрі. Сағат сайын. Дихлофос күнәра алып салды, не қойдыңыз, оның бәрі қаншама ақша. Мы до вас донесли, да, что ситуация такова насчет запаха и так далее. Вот люди вокруг вас живут, и претензий такого плана, что вот антисанитария, сколько скотины там и так далее, очень много. Запах стоит, мы тоже были, пыль поднимается и так далее. Вот по этому вопросу мы пришли. Так что вы им передайте все мои касающиеся этой ситуации, материалы и так далее. Мы ждем, будем созваниваться с ним, пусть приготовят. Можно в электронном варианте получить и изучать будем и решать как этот вопрос. Шешім болса болды ғой. Шешім болады, нәтиже болады, уайымдамаңыздар, шара қолданамыз, әңгімелесеміз әлі. Меншік иесі келсін, заводтың бастығы, сол кісімен сөйлесеміз, анық-анығы жетеміз. Сіздердің талаптарыңызды қоямыз, бір жағына шығаруға бар күшімізді саламыз. Жарайды ма? Ыңғайлы, орта қалыптасуға мүмкіншіліксе күш саламыз. Уайымдамаңыздар. Осымен қалмайды, менің қазір шақырам, телефонын алып алдым, қазір тағы да сөйлесеміз, бәрін көтереміз. Қазір енді үйге барып, кішкене демалыңыздар, жұмыстарыңызбен айналысыңыздар. Рахмет сіздерге.